Астананың біраз тұрғыны сусыз отыр бүгінде. Мәселені бақылауға аласыздар ма? Елордада құрылысты шектеу керек па? Сіздің ойыңызша қазақстандықтар суды үнемдеп үйренуі қажет пе? Енді кеше сауалымда да мен айтып өттім ғой, осында үкімет сағаты болған кезде жалпы тұтас бір мемлекеттің, ойлап көріңіздер, тұтас бір мемлекеттің өзінің бас қаласын сумен қамтамасыз ете алмауы, мен ойлаймын, бұдан басқа бір масқаралықтың, бұдан басқа шарасыздықтың шегі жоқ деп ойлаймын. Дәл осы мәселені бірінші келген кезде, осы депутат ретінде келген кезде, ең бірінші сауалымды мен қала әкіміне арнадым, хат ретінде жібердім, жауап келді. Сол кезде бұлардың айтқан мәселесі, кеше айтты ғой ана, әкім барды, осы шілдеде аяқталады деген мәселені айтты ғой, бірақ бұл жерде анықтайтын бір нәрсе бар. Маңын бірінші хатыма келген жауапта былай делінді. Үшінші сору сүзгі станциясы шілденің аяғында аяқталып жұмысқа қосылады, бірақ толықтай көлеміне, полный мощность деп айтады ғой енді өздері, толық көлеміне жылдың аяғында шығады. Және бұл үшінші сорғы сүзгі станциясы әлгі айқайлатып кеше айтып жатыр ғой, қандай қаланың басшылығы керемет бүкіл мәселені шешеді деп. Бұл аталған мәселені 26 жылға дейін ғана шешеді. Болды. Міне 20-да басталған сорғы станциясы 3 жылда әрең салынып бітіп жатыр ма? 26-да бұл мәселе қайтадан туындайтын әкімдік айтып тұр. Демек, биыл тағы бір сорғы сүзгі станциясын бастау керек қой. Бұл мәселе неге шешілмейді? Ең басты мәселе осыда, және менің сол хатымда жауап болмады, қайталап та 24 сәуір күні жолдадым, кеше айттым ғой. Бірақ сол екінші жолдаған хатымда, нақтылап қайта сұраған хатыма әкімдік жауап бермей отыр. Енді халықтың мынау суды үнемдеуіне керек. Расында бұл мәселені журналист ретінде жүргенде бағдарлама көтергенбіз, иә. Көпшіліктің арасында енді суды үнемді пайдаланбау, басқа деген дүние бар. Бірақ қазір халыққа су жеткізе алмаған кезде кей билік өкілдерінің дәл осы мәселені аяқ асты көтере қою дұрыс па? Мен ойлаймын, бұл логикаға сәйкес келмейді деп. Уақытында су бар кезде арнайы ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу керек еді. Елге халыққа айту керек еді. Біздің Қазақстан халқы айтқанды түсінбейтін, елеп ескермейтін, естіген құлақтан асырып жіберетін ұлт емес. Өте ақылды ұлт. Сондықтан ақпараттандыру жұмысын сол кезде жүргізу керек. Ал дәл қазір халыққа ішерге, асына су бере алмай отыр, жуынуға су бере алмай отырып, ол сөзде аты жоқ, әжетханаға баруына су бере алмай отырған кезде халықтың өзі суды үнемдемейді, бұларға суды үнемдеуді үйрету керек деу. Бұл халықтың онсыз да үзілгелі тұрған төзіміне одан сайын салмақ салу емес пе? Одан сайын халықты ашындыру керек емес пе? Сондықтан мен ойлаймын, бұл шаруаны баяғыда атқару керек еді. Қазір кеш қалды. Дәл қазір суды мәселесін шешу керек. Бүкіл құрылыстың бәрін қазір су мәселесін шешпегенше бүкіл нені тоқтату керек. Құрылыстың. Сіздің ойыңызша Астанада қазір құрылысты тоқтатып қою керек. Иә, әрине. Қалай енді су мәселесі шешілмесе, қалай бүкіл ел қазір сол пәтерлерін алып жатыр. Ол армандары ертең армандап сол пәтерлерге кіреді. Пәтерге кіргеннен кейін су болмаса ол үлкен проблема болады ғой бүкіл мемлекетке. Сол себептен жаңа құрылысты бәрін тоқтату керек. Иә, Астанада су тапшылығы ол бүгін кеше ғана пайда болған жоқ. Бұған дейін де көтеріліп келген бұл өте жүйелі проблема. Білесіздер, енді біздегі судың тапшылығы ана су тартатын насос станциялар, оларды көбейтуіміз керек бірінші кезектен. Оларды көбейтпесең су тапшылығы шешілмейді. Енді қарап отырсаңыздар, 2 ай Астана келмесең, шетке тағы да бір жаңа ықшам аудандар түсіп жатыр. Үй құрылыс көптеп салынып жатыр. Сондықтан ол заңдылық, ол тапшылық болатыны. Сондықтан енді осы мәселені шешу үшін қазір индустрия инфрақұрылым министрлігі өткенде әкімдік тараптарына біз хат жазғанбыз, жиын өткізгенбіз, енді қосымша станциялар орнатамыз деп жатыр. Сондықтан енді әзірге осындай тапшылық болатыны белгілі. Енді құрылысты шектеуге келгенде ешкім жетістікке Астанаға келіп жатқан жоқ қой. Бірінші кезекте жұмыс істеп келіп жатыр. Бізде тұрғын үйді қарасаңыздар, барлық осы мегаполистерде салынады мемлекет бағдарламамен. Біз ауыл жерлер, моноқалаларда құрылыс салуды мүлдем тоқтаттық. Елдің бәрін Астана, Алматыға жинап алсақ, әрине біз проблема көбейе береді. Біз суды бір бітпейтін дүниеде кейде көреміз ғой. Есік алдында ауыл жерлер болсаң, ағызып қоясың, ана бір мәңгі бақи ағып тұратын секілді. Үйде де енді біз үнемдемейтініміз белгілі. Бірақ біздегі ең үлкен ысырап бұл ауыл шаруашылығында. Мысалы үшін полиолар алаңдарды, егістік алқаптарын суғарып каналдар тартылады. Бізде сол сулардың келетін өзен болсын, жер асты сулардың 60% деп айтайын тіпті шығын далаға кетіп жатыр. Біз бірінші кезекте соларды үнемдеуіміз керек. Қазіргі уақытта мен суды үшінші сұрақтан бастайын. Суды үнемдеуге тиістіміз бе деген. Иә, суды үнемдеу керек. Өйткені дамыған мемлекеттерді қарасаңыздар, олардың барлығында тек қана суды емес, кез келген біздің табиғаттан адамзатқа берілген өнімдерді дұрыстап пайдалану, шектеп пайдалану, нормалап пайдалану, ол солай болу қажет. Сондықтан суды үнемдеуді біз дұрыс жолға қоюымыз керек. Бүкіл халық болып, сіз бен біз болып.
Екінші сұрақ, бұл Астанада құрылысты шектеу қажет пе деген мәселе. Енді мен ойымша Астанада құрылысты шектеудің қажеттілігі жоқ шығар, өйткені бұл біздің бас қаламыз. Бұл жерде жан жақтан, шет-шеттен, елді мекендерден көптеген жастарымыз келіп жатыр, көшіп келіп жатқан оралмандарымыз бар, қызметпен ауысып келіп жатқан, оқуға келіп жатқан жастарымыз бар. Сондықтан бұл жаққа құрылысты шектеудің ешқандай қажеттілігі жоқ, құрылыс салыну керек. Судың мәселесі. Қазір көптеген ЖК-лардан сұраныстар түсіп жатыр, оны депутаттар не істеп жатыр, солай ғой. Бұл негізі Астана қаласының әкімінің жұмысы болу керек. Тікелей күндіз-түні ұйықтамай, сол мәселені шешу керек. Бүкіл мысалы Шымкент қаласында, Алматы қаласында жүздеп тұрған кәріздер жұмыс істеп жатыр, су трубалары, су келіп жатыр, дұрыс па, елу жылдап. А неге мынау сол жағалауда осындай жағдайға ұшырап жатыр? Соның болмаса екі қана себебі бар. Бірінші себебі сапасы солған кезінде, екінші себебі жоспарлы көлемге сәйкес емес өте үлкен құрылыс нысандары, оның ішінде әлеуметтік нысандары, оның ішінде инфрақұрылымдық нысандары, оның ішінде жеке тұрғын үй или көпқабатты тұрғын үйлер салынып кеткен. Мен ойлаймын, соның бәріне қайтадан ревизия жасау керек. Бүгінгі таңдағы судың құны мынау елді мекендердегі қалаларда беріп жатқанша өте төмен. Негізі былай қарасаңыз, біз мынау кранды ашасың ғой, кранды ашып қолын жуасың ғой. Уже мемлекет өзінің тарапынан субсидия жасап отыр. Оның жердің астынан алып, оны инфрақұрылыммен сіздің үйіңізге қанша қабатқа жеткізгеннің өзі құны өте көп. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі таңдағы судың ысырап мөлшерде пайдаланылғанның себебі ол арзандығы, өте төмендігі. Егер ол су қымбат болса, өзіміздің азаматтарымыз оны үнемдеудің жолын іздейтін еді. Сондай ғой. Ең бірінші осы Қазақстандағы су тапшылығы мәселесі қазір жаһандық деңгейде болады. Біз қазір өзіміздің халқымызға шындықты айту керек. Қазақстанның ең ірі су бассейндерінің барлығы шетелден келеді. Мысалы үшінге Ертіс Қытайдан келеді, Іле Қытайдан келеді. Мына жақтағы Жайық жаңағы Ресейден келеді, Сырдария Өзбекстаннан келеді деген сияқты. Сондықтан қазір дүние жүзінде мынау жаһандық деңгейдегі су тапшылығы болады, Қазақстанда ерекше болады. Біз соған негізінде дайындалуымыз керек. Біз ең негізгісі суды үнемдеуді үйренуіміз керек.